Құрметті достар, бүгін біз арбитраждан 10%, күніне 10% алатындай шексіз істей беретін арбитраждың түрін көрсетемін. Бұл жерде coinmaf.x.com сайты, яғни YouTube'да AlexWell деген канал бар, немесе одан да басқа каналдары бар. Ол жерде сіздерге күніне 10%-дан астам пайда көресіздер деген заголовокпен YouTube канал ашып қойған, видеоларын салып қойған, және де осы сайт салып қойған. Сосын сіздер бір валютаны, мысалы спотовый жерден ба или P2P-дан ба, көбінесе неге спотовый жерден сіздер бір валютаны сатып аласыздар, мысалы сізге таныс емес валюта болады ол, мысалы ADX валютасы болсын, ADX валютасын сатып аласыздар. Осы жаққа сіздер тіркеліп болғаннан кейін осына жібересіздер. Енді ондай зат істеуге болмайды. Негізі ешқандай связкада сіз мүмкін емес, сіз арбитраждан 10% пайда көруіңіз. Сізге кім айтады 10% пайда көресің дейтіндердің бәрі ол мошенниктер. Мына сайтта мошенниктің сайты болады. Неге? Өйткені бұндай және AlexWell деген, немесе тағы да басқандай каналдардың бәрі мошенниктерден ашылған. Бұл сайттар солардың жүйесімен ашылған сайттар болады. Бұндай сайттар тексеру үшін сіз просто негізінен жаңадан ашылған сайт отзывтар болмауы мүмкін, бірақ та мысалы тұрасызда CoinMax отзывы саласыз, бірақ та сразу 10% не болатын болса, мне уже черный список алхатронов, CoinMax, обменник мошенников, создан для обмана, желающих заработать на арбитраже крипты дейді. Яғни бұл видеода бұл сайттар мошенниктер болып саналады. Бұндай сайттар өте көп. YouTube'дан кіріп связка іздейтін болсаңыз, сіз связканың көбі осындай мошенниктер болып түседі. Негізі шын жақсы пайда түсетін связканы сіздерге ешкім тегін бермейді. Яғни өзі балықшы, қай жерде жақсы балық түсетінін айтпайды дейді ғой. Дәл сол сияқты көбінесе сіздер басында сіздер білуіңіз мүмкін. Көбі мысалы натуре сіздерге видео көрсетіп, шынымен бір опытный адамға түсесіз, ол сізге 1-2% ғана пайда түседі дегеннен кейін сіз YouTube'дан осы видеоны көріп қаласыз, 10% сізге пайда түседі деп айтады. Сіз тұрасыз, қызық бересіз де, алып ақшаны салып жібересіз. И сіз алданып қаласыз. Бұлар сондай арнайы новичоктар, қазір арбитраждың темасы қатты дамып жатқаннан кейін бұндай сайттар өте көп болады. Оны ажырату үшін мысалы сіз тұрасыз да Google-ға жазасыз, coin жаңағы сайттың атын жазасыз, отзывы дейсіз, сразу мошенниктер шығады. Или олай шықпайтын болса, мысалы 10%-дан жоғары деп тұратын болса, болды, ол видеоны көрмей қойыңыз, керек емес ол сізге ше. Өйткені ол мошенниктер болады. Сол бұл видеоны сіздерге бір ескерту ретінде жасайын дегем. И жаңағы бір каналды мен сіздерге, мысалы ол каналды көрсете салайын. Мысалы сіз тұрасыз да, YouTube-ға тұрасыз да, Binance арбитраж дейсіз, мысалы. И қараңыз. Бұл видео бірінші болып шықтыр ғой, үшінші видео болып шықтыр. Осы кісінің каналы, жаңағы сайт, мысалы осындай әдемі видеолармен превьюмен жасап қояды, адамдар шақырады. И мына жерде мысалы обменник тұр, мысалы, и біріншісі сенімді Bybit, Binance тұрады, сенімді, ал үшіншісі обменник уже ол сенімсізді. Мысалы сіз жаңағы Binance пен Bybitті көріп, оны сенімді екен деп салып жүріңіз де мүмкін де. Сондықтан алданбаңыздар, құрметті достар.